Құрметті көрермендер, жеке каналыма қош келдіңіздер. Каналымыз сіздер үшін қызмет атқаруда. Каналымызға қолдау білдіріп отырыңыздар. Бүгінгі бейне сабақта атмосфера құрамы мен маңызына тоқталатын боламыз. Атмосфера гректің екі сөзінен құралған, яғни атмос бу, сфера шар деген сөздерінен құрылған. Атмосфера деп жердің ауа қабатын айтамыз. Ауа болмаса тіршілік болмас еді. Ауа тіршілік көзі. Адам әр минут сайын 5-10 литр ауа жұтады. Ауа арқылы дыбыс тарайды. Лавазье Антуа Лоран 18 ғасырдағы француз химигі 1774 жылы ауаның құрамында оттегі бар екендігін анықтаған. Яғни тірі ауа ол оттегі, тірі емес ауа азот деген. Ауаның құрамына тоқталатын болсақ, сіздерге белгілі ауаның басым көпшілігін азот алып жатыр. 78% азот, 21% оттегі, 1% басқа газдар. Ауада қосымша құрамы бар, яғни оған атмосфералық су, оған ауа буы, су тамшылары жатады. Келесі атмосфералық қоспаларға шаң тозаңдар, жанартау түтіні тағы басқалар жатады. Енді ауаның құрамына жекелей тоқталатын болсақ, азот атмосфераның негізгі газы, оттегіні бөлетін өсімдіктердің тіршілігін қолдау үшін өте қажет. Оттегі арқылы тірі ағзалар тыныс алады, органикалық заттардың құрамында болады, жану мен қышқылдану үдерісіне қатысады. Озон газы ультравөлгін сәулелерді жейді. Көмір қышқыл газы фотосинтез процесінде маңызы зор, ол организмге зат алмасу нәтижесінде түзілетін басты өнімдердің бірі. Табиғат құрамында табиғи аэрозолдар да кездеседі. Оларға жерден желмен көтерілген шаң, өрттен шыққан түтін, топырақтан бөлінген шаң, теңіз тұздары, метеориттік шаң тозаңдар, судың ұсақ тамшыларында жатқызуға болады. Атмосфераның маңызы. Ауа құрамындағы оттегі мен жер бетіндегі тіршілік иелері тыныс алады. Жер бетіндегі ауа райы мен климатты қалыптастырады. Атмосфера күн сәулелерінен жерге шашып таратады. Жердегі тіршілікті метеориттерден қорғайды. Атмосфера газдары ықпалымен литосферада мүжілу орын алады. Соңғы жылдары ауа ластануда, бұл адамдардың денсаулығына зиян тигізеді. Бұл мәселені шешу үшін улы газдарды шығаруды төмендету керек. Жасыл желектерді көптеп отырғызып өсіру керек. Қорытындыласақ бүгінгі сабағымызды, яғни атмосфераның құрамын сипаттап, оның маңызына тоқталдық. Енді мынандай тапсырма беріледі сіздерге: газдардың тіршілік үшін маңыздылығына баға бер, яғни кестені дәптерге сызып толтырсаңыздар болады. Яғни азот, оттегі, басқа газдардың маңыздылығына қысқаша сипаттама беріңіздер. Келесі тапсырма: жоғарыда аталған мәліметтерді пайдаланып, графиктердің бос орындарына атмосфераның маңыздылығын жазсаңыздар болады. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Назарларыңызға рахмет.